Дамир Қарлұқ қағанатын қайталаймыз, иә? 756-940 жылдары өмір сүрген мемлекет. Қарлұқ қағанатының хронологиясы. 8 ғасырдың ортасында Жетісу жерінде құрылған мемлекет. Жетісу аймағында өмір сүрген ерте орта ғасырлық мемлекет. Түргеш қағанатының әлсірегенін пайдаланып 756 жылы билікті өз қолына алған тайпа. Қарлұқ тайпаларының негізгі топтасып орналасқан жері. Алтайдан Балқаш көліне дейін. Алтай тауынан Балқаш көліне дейінгі аралықта өмір сүрген мемлекет. Қарлұқ қанаты. 7 ғасырдың соңында қарлұқтар ықпалында болған мемлекет. Шығыс түрік қанаты. Шығыс түрік қағанатының билігін құлатқан тайпалар. Ұйғыр қарлұқ. 744-840 жылдары өмір сүрген мемлекет. Ұйғыр қанаты. Қарлұқтардың Жетісуға қоныс аудару себебі. Ұйғыр қағанатынан жеңілу. Ұйғыр қағанатынан жеңілгеннен кейін қарлұқтар жылжыған аймақ. Жетісу. 8 ғасырдың ортасында оғыздарды Жетісудан Сырдарияның төменгі ағысына ығыстырды. Қарлұқ тайпаларының көсемдері иеленген лауазым. Қарлұқ билеушілерінің 840 жылдан кейінгі иеленген лауазымы. Қарлұқтар құрамында жетекші саналған тайпа. Қарлұқтар осы мемлекетпен одақтасып 840 жылы Ұйғыр қағанатын талқандады. Ұйғыр қағанатының өмір сүруін тоқтатты. Қарлұқ қағанатының орталығы. Қарлұқтар еліндегі қалалар саны 25. 840 жылы Испиджабты басып алды. Саманилер жаулап алған Қарлұқ қағанатының қалалары. Саманилер Испиджабты жаулап алуының салдары. 200 жылдай билік құрған мемлекет. 940 жылы Қарлұқ қағанатының талқандады. 10 ғасырдың ортасында саяси билігін жоғалтқан мемлекет. Қарлұқ қағанатының орнына құрылған мемлекет. Қарлұқ қағанаты өмір сүрген ғасыр. 8-10 ғасыр аралық.